Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін баклажаннан икра жасаймыз. Арнамнан алыстамаңыздар. Бұл икраны екінші жыл жасап отырмын. Бір жасағаннан жақсы шығады. Ең удачный рецепт десем болады. Ең алдымен бізге қажетті көкөністерді жуып тазалап дайындап алдым. Кәдіні, яғни баклажанды жуып, оны қабығынан тазалап, осындай кубик етіп тураймыз. Қабығынан аршымай қойсаңыздар да болады. Мен аршымай жасадым. Сонда да дәмді болып шығады. Маған өзіме осындай ұнайды. Ұсақтап туралған баялдымызға шым-шым тұз, үстіне су қосып, 20 минуттай қойып қоямыз. Яғни осы баялдымыздың ащылығы кету үшін. 20 минутымыз өткеннен кейін оны ағып тұрған суда жақсылап баклажанымызды жуып аламыз. Ендігі кезекте қызанағымызды қабығынан тазалаймыз. Ол үшін мен осы қызанақтарымызды ыстық суда 1-2-5 минуттай ұстап, одан кейін қабығынан тазаладым. Өте оңай тазаланады. Қызанақтарымызды кубиктап тураймыз. Чесногымызды жіңішке пластинка қылып, ал пиязымызды жаңағы ұқсатып, кубик етіп тураймыз. Болгар бұрышында кубик қып тураймыз. Содан кейін бізге чили бұрышы қажет болады. Оны біз дөңгелек қылып, яғни кольцо қылып тураймыз. Міне икрамызға қажетті барлық ингредиенттерді турап дайындап алдық. Енді осыларды кезек-кезегімен пісірамыз. Қазанымызға 150 грамм өсімдік майын құямыз. Одан кейін майымыз қызғаннан кейін жаңағы пластинка етіп тураған чесногымызды салып, оны қуырамыз. Чесногымызды жақсылап қуырып алып, оны алып тастаймыз. Содан кейін чеснок қуырылған майға пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Пиязымыз жақсылап қуырылғаннан кейін оның үстіне томат пастасын, содан кейін жаңағы кубик етіп туралған қызанағымызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Ара-арасында араластырып тұрамыз. Оны примерно 2-3 минуттай жаңағы қайнатамыз. Одан кейін үстіне болгар бұрышын салып, тағы да жақсылап араластырып, 10-15 минут қуырамыз. Содан кейін үстіне ашты бұрышымызды, баялдымызды, яғни баклажанды салып, жақсылап араластырамыз да, бәсеңдігі орташа отта жарты сағаттай бұқтырамыз. Ара-арасында араластырып тұрамыз. Салатымыз толық бумен пісірілгеннен кейін 1 стақан таза су құйып, астын баяулатамыз. Біраз уақыттан кейін дәміне қарай тұз, қант салып, ары қарай 1-2 минут бұқтырамыз. Соңында ұсақталған чесногымызды салып, тағы да 5 минут бұқтырып аламыз. Мінекей баклажаннан жасалған икрамыз дайын. Ыстық күйінде банкіге жауып, суытып қоямыз. Бір жасағаннан дәмді шығады. Жасап көріңіздер, сау болыңыздар.